Мен Сейфуллина Қарлығаш Советқызы, Семей қаласының номер 3 арнайы мектеп-интернатында музыка пәнінен сабақ беремін және ұлт аспаптар үйірмесінің жетекшісімін. Бұл интернатта Шығыс Қазақстан, Абай облысы өңірінен көзі нашар көретін және көрмейтін балалар білім алып, тәрбиеленуде және ем қабылдауда. Кәусар көп балалы отбасынан, егіздің сыңары. Кәусар дүниеге келген кезде 12 мүшесі сау бала болған. 3 жасына келгенде жаңағы басынан ісік тауып, дәрігерлер ота жасауға ұсыныс жасайды. Онсыз болмағаннан кейін ота жасалып, сол Кәусар 2 көз жанарынан айырылады. Домбырада, фортепианода, сазсырнайда, баянда шебер ойнайды. Ал былтырғы оқу жылынан бастап ең күрделі аспап саксофон аспабында ойнауды меңгерді. Мен балаларға жалпы аспапты үйреткенде құймақлақтық тәсілмен үйретемін, яғни слухпен үйретемін. Кәусар да қазір менің көмекшім. Олай дейтін себебім, өзі 5 аспапта ойнайды. Кез келген өзіне ұнаған әуенді сол аспапқа салып алады, яғни слухпен салып алады. Мен мысалы жетіген, қобыз аспаптарының партиясын үйретіп жатқан кезде Кәусар еш уақытта бос отырмайды. Ол өзі қандай аспап біледі, баян болса, не болмаса домбыра болса, соның партиясын оқушыларға үйрете береді. Сазсырнай аспабын, саксофон аспабын осы интернет арқылы үйреттім. Саксофон аспабында біраз қиыншылықтар болды. Себебі оның настройкасының өзі фортепианомен бірдей емес екен. Сондықтан бірінші өзім үйреніп алам интернетке қарап, сонан кейін Кәусарға үйретемін. Әр сабақ бізде солай өтіп отырды. Қазір ұстазынан шәкірт озады деп, Кәусар мойындау керек, өзімен жақсы ойнайды. Жұлдызай фестивалінің балалар үшін маңызы өте зор. Ең бірінші сахнаға шықпаған балалар сахнаға шығады, қорқынышын жояды, көпшіліктің алдына шығады, жаңа достар табады. Осы конкурсқа қатысу үшін осы интернаттың ішінде қаншама тығыз байланыс бар балаларда. Өте ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, одан кейін жылдан жылға қатысқан сайын балалар осы саланы ұнатып, мамандықтарын болашақта өздерін осы өнер саласында болса деген армандары бар. Мен өзім Кәусарды болашақта музыка саласының мықты маманы болады деп сенемін. Бұның бәрі Жұлдызайдың арқасы, Жұлдызай фестивалінің арқасы деп есептеймін. Жұлдызай фестивалінің ғұмырының ұзақ болғанын тілеймін. Өйткені бұндай фестиваль біздің балаларға керек, біздің балалардың арманы, болашаққа деген сенімі осы фестиваль арқылы орындалып жатыр.
Жұлдызайға дауыс бер. Маған жұлдызды сәт сыйла.